жөнді деп сұрап тұрсыздар, біріңіз тілектің құлағын бұрап тұрсыздар. Ханзададай қасқай тақта отырған кезде қалай шапалақ ұрмай шыдап тұрсыздар ағайын. Ең бастысы бір Алла болашаққа бағып берсін, қазаққа қызмет етері анық болсын. Бірақ жыл өткеннен кейін осы 4 жігіт сияқты мұрасында алып болсын. Бірақ мәселе денеде емес, жүрегінде рух, маңдайы жарық болсын деп болса қошемет қақпайық. Ортаға нағашылардан бірін шақырайық, бір еңгезердей нағашысы келіп, жайғасып тақтан түскісі келмейді. Қазақтың әдеті бар ғой, тақтан бір отырса 30 жыл сықтырмайды. Біз енді нағашыларын шақырайық.